Қараңыз, көптеген адамдар, бір мәселе бар арамызда. Егер біздер адам дерт білмейтін болса, сол адамның өзі ауру адам. Адамның асқазаны ауырса, оны дерт білмей ештеңе емес, ол жақсы болады дейтін адамның өзі ауру адам. Біздер арамызда жүрген фитнаны, салафилерді дерт білмейтін болсақ, өзіміз жүрген адамдарымызда бір кемшілік бар. Өзімізде бір жүрегімізде дерт бар. Салафитті көріп тұрып, оны дерт емес, олар да бауырымыз, олар да мұсылман дейтін болсаң, сенің өзіңде бір кемшілік бар. Сенің иманыңды тексеру керек, сенің ақидаңды тексеру керек, егер ондай айтатын болсаң. Дертті дерт демесең, сен өзің ауру адамсың. Салафиді қоғамда дерт білмесең, оларды арамызға зиян білмесең, өзіңде бір проблем бар. Өзіңді бір тексеру керек барып. Ақидаңды, фиқыңды, жүрегіңді тексеру керек сенің. Қай жолда екеніңді сен тексеру керек. Дертті дерт білмейтін адамның өзі ауру адам. Асқазаны ауырады, оны дерт білмесе, оның өзі ауру адам онда. Қоғамда дертті дерт біліңіз. Ол фитна біліңіз оны. Жоқ, оларда бауырымыз, оларда пәленіміз, сенің бауырың шығар. Дертті дерт білу керек, ағайындар. Дерт па ол, фитна ма, басымызға түсіп атқан сынақ па, Алланың жібергені? Оны дерт білек, оны бауырымыз деп, сол бауырым деген адамның өзі ертең адасып кетеді. Бұлардың жасап атқан фитналар аз емес қой, субханалла, мұсылмандарға. Қай жерде бұл салафилер бар, қай мемлекетте бар, Ирак, Сирия, Либия, Мысырда. Олардың жүрген жерлерінде фитна болды, айқай болды. Мұсылмандар бір-бірімен айқайлап кетті, таласып кетті. Бірде бір ханафи көрдің ба, бір-бірімен айқайласып атысқанын? Шафи мен ханафиді атысқанын көрдің ба? Малики мен ханафидің атысқанын көрдің ба? Міне, қай жерде осылар болса, онда дерт, ең маңызды дерт осы. Егер сен дертті дерт емес, бұлар да бауыр дейтін болсаң, онда өзің бір ауру адамсың. Сенің ақидаңды тексеру керек онда. Көзіңді аш.